Бүгінгі біздің тақырып бізде ол ісіктер болып саналады. Ісіктер. Осы подвизде екі тақырып бар. Ісіктер және ісінулер. Екеуі екі бөлек зат, шатастырмаймыз. Ісік ол кәдімгі бізде рак, опухоль деп аталады. Ісіну ол дененің ісінуі болып саналады, былайша айтқанда. Енді ісік деген бізде латынша оны біз тумор деп атасақ болады, немесе бластома деп атасақ болады. Ал грекше болса, оны біз неоплазма және онкус деп атасақ болады. И осыдан бізде онкология дейтін ілім шығады, былайша айтқанда, ісіктерді зерттейміз. Енді ісіктерге жалпы анықтама беретін болсақ, ол бізде организмнің бақылауынсыз патологиялық тұрғыда жасушалардың өздігінен өзі көбеюін айтамыз. Ешқандай организмге бағынбайды, жеке бір автономия құрып, обмен вещества, яғни айтсақ зат алмасуды өз еркімен бақылайтын болады. Еріксіз өседі, зат алмасу барлығын өзгертетін болады. Ісіктердің екі түрі бар, олар бізде қатерлі және қатерсіз. Екеуінің бірнеше айырмашылығы болады. Мысалы, қатерлі ол бізде тез өседі, қатерсіз ол бізде баяу өсетін болады. Ал өсуіне келетін болсақ, бізде қатерсіз ол экспансивті түрде өседі. Экспансивті деп отырғанымыз жанындағы жасушаларды ығыстырып, итеріп, ұлғайып өседі. Мысалы, мына жасуша болса, тура ортасында бүйтіп болып өзі өсетін болады. Бұл бізде қатерсіз ісік болып саналады. Ал енді қатерлі болса, ол бізде инфильтративті өседі. Инфильтратив деп тұрғанымыз, былайша айтқанда, ішке еніп өседі деген сөз. Жанында мынандай жасушалар болса, оларды ол жасуша мысалы бұзады, қиратады, сындырады, жан-жағын бәрін отап, ішіне кіріп, барлығын бытшысын шығарады деген секілді ғой, былайша айтқанда. И өсу жағына келетін болсақ, миотикалық активтік дейміз оны біз. Бізде ол қатерсізде айқын білінбейді, ал қатерліде ол айқын түрде білінетін болады. Одан кейін атипия деп отырғанымыз, бізде мысалы типичный парень дейді ғой, мысалы бір түр деген секілді. Атипия деп отырған соң ол уже өзгеше деген сөз. Ол өзгешелік осы қатерліде айқын болады, ал қатерсізде ондай айқын емес. Бір жасушалардан айырмашылығын табу қиындау болады. Тек көлемі жағынан ғана үлкен болады. Және строма мен паренхима жағынан салыстыратын болсақ, мысалы, қатерсізде бізде строма өте қатты басымдыққа ие болатын болса, қатерліде паренхима басымдыққа ие болатын болады. Одан кейін жаңағы өсуіне байланысты, мысалы, қатерсіздің жанындағы жасушалары мен шекарасы өте айқын болады. Ал мына қатерсіздікі айқын емес. Ол жанындағы тіндерді ыдыратып жатыр, бүлдіріп жатыр, құртып жатыр деген секілді. И одан кейінгі бір айырмашылық ол бізде метастаз болып саналады. Метастаз ол қатерлі ісікке тән. Метастаз. Басқа өзінің орналасқан ошағынан басқа бір ошаққа ауыстыру деп саналады, ал қатерсізде ондай анықталмайды. Кахексия деген бар бізде. Кахексия ол, былайша айтқанда, қажу, шаршау, әлсіреу дегендерге келеді негізінен. Адамды бір жүдетіп жіберетін жағдай болады ісіктерде, ол міне қатерлі ісікке тән. Ал қатерсіз ісікке ол өте баяу жүреді. Енді рецидив, аурудың қайталануы, қатерсізді мысалы ота жасап алып тастайтын болсақ, ол бізде рецидиві анықталуы сирек кездеседі. Ал қатерде ол мүмкін басқа жерге метастаз беріп үлгерсе, онда рецидив беретін болады.
и жара қалдыруы қатерлі ісікке тән болса, жара қалдырмау ол қатерсіз ісікке тән. Енді бізде атипия жайлы толық талқылайтын болайық. Атипия ол бізде атипияның неше түрі бар. Мысалы көбею атипиясы, көбею. Бұл көбею атипиясы мысалы жасушалар белгілі бір шекте ғана көбеюге қабілетті. Мысалы 100 рет көбейе алады бір жасуша, и 101-ші рет ол көбейе алмайды. 101-ден кейін ол көбейе алмайды деген секілді. Бұны біз лимит деп атаймыз, Хейфликтің лимиті. Ал енді осы бір ісік жасушаларында бұл шексіз болады. Шексіз көбеюге қабілетті болады ісік жасушалары. Одан кейін біз ол не үшін ол шексіз көбейеді? Біріншіден, ісік жасушалары аутокринді регуляцияға көшетін болады. Яғни айтқанда өз-өзін бақылайтын жүйеге, ешқандай нервке, эндокрин жүйесіне бағынбайды, өз-өзінен өсуге деген стимуляция алып, көбеюге дайын болады. Одан кейін мембрананың өзінің сыртқы құрылысы өзгеретін болады. Мысалы, көбіне рецепторлар өзгереді. Рецепторлар өзгерген соң оған эндокриндік жүйедегі гормондар, активті заттар ешқайсы әсер ете алмайтын болады. Тек өз-өзіне ғана әсер ете алатын болып қалады. Келесі бізде ол морфологиялық атипия. Морфологиялық атипия деп отырғанымыз, ол бізде екі түрі болады. Бұның тіндік және жасушалық дейтін түрі болады. Жаңа айтып өткенде, мысалы, ол тіндікте болатын болса, паренхима мен строманың айырмашылығы, одан кейін тез өседі, жай өседі, көлемі жағынан қараған кезде микроскоппен қалай болады деген секілді әрқайсысын ажыратсақ болады. Ал клеткалық деңгейде бұның клеткада біз нені көреміз? Ядроны көреміз, митохондрияны көреміз, одан кейін эндоплазмалық торды көреміз деген секілді. Клеткалық деңгейде бұл бізде митохондриялар не үлкейеді, не кішірейіп кетеді. Ядролар енді өте күшті көбейіп жатқандықтан үлкен болады. Ядроның ішіндегі хроматиндері белсенді түрде боялады, гиперхромды болады. Одан кейін эндоплазмалық торлары, былайша айтқанда, рибосома артады. Жаңа биолог өндіру артқандықтан рибосоманың да саны көбейетін болады. Сонда митохондрия бізде плюс, минус болып тұрады, азаяды немесе көбейеді. Ядро бізде өте үлкен болады. Одан кейін рибосоманың саны артады. Келесі атипия ол бізде биохимиялық атипия. Биохимиялық атипияда біз көмірсудың алмасуы, белоктың алмасуы және май алмасуын қарастырамыз. Бұл жағдайда жаңағы зат алмасуында рак клеткалары олар тәуелсіз болады дедік. Бұлар бізде қанда жүрген, бізде қорек арқылы бізге көмір суы түседі, белок түседі, және де май түседі. Соның бәрі қанға келген кезде жасушаларға таралады ғой. Сол жасушаларға келген кезде бұлардың басқа қалыпты жасушаларға қарағанда жаңағы заттарды алып алу дәрежесі өте жоғары болады. Мысалы, көмір сулар түседі. Мысалы, глюкоза өте белсенді түрде глюкозаны алатын болады бұлар. Мысалы, міне қан тамырын сызайық. Қан тамырының жан-жағында бізде аяқтарда жасушалар бар. Түрлі жасушалар бар деген секілді. Одан кейін енді мына бетте біз былай кішкене түрін қорқыныштылау болып салайық. Рак клеткасын. Бұл мына жақта кетіп баратқан глюкоза, және белок, одан кейін май, соларды өзіне өте жоғары белсенділікте алып қоятын жасушалар, сонда бізде аш қалатын болады. Бұны біз қақпан деп атасақ болады. Бізде ол ісік қақпан. Көмірсудың да,
белоктың да майдың да. Енді мынау глюкозаның бәрін алып қойғандықтан мыналарда анаэробты гликолиз, шығын аз кететін жолды таңдайды. Анаэробты гликолизге көшеді бұлар оттексіз. И соның әсерінен бұл жерде бізде ацидоз пайда болады. Лактаттың көбеюінен. Бізде ацидоз пайда болады. И одан кейін енді біз белоктарға келейік. Белок бәріміз білеміз, жасушаның, жалпы тіндердің құрылыс материалы, қорегі, құрылыс материалы жаңарады деген секілді, мысалы көбеюге қажет белок деген. Енді мына біздің қатерлі ісігіміз өте белсенді түрде көбейеді дедік. Бұл көбею үшін енді бізге жаңа айтып өттім, белок керек. Енді ол белоктардың бәрін алып қояды, өзінің көбею үшін қолданады. ДНК-ның синтезіне, РНК-ның синтезіне, ферменттер өндіреді. Бұл қазір түрлі рецепторлар өндіретін болады. Ол бізде келесі атипияға жатқызады. Антигендік атипия деп атаймыз. Келесі біздегі атипия ол физика-химиялық атипия. Физика-химиялық атипия. Физика-химиялық атипияда біз жасушаның ішіндегі элементтерге назар аударамыз. Яғни айтсақ, бұл жерде калий және судың мөлшері өте көп болады. Өте көп. Одан кейін бұған қарама-қарсы бізде кальцийдің және магнийдің жасуша ішіндегі қоры төмен болады. Жаңа айтып өткендей ацидоз болады. Не үшін екенін айттық. Анаэробты гликолизге өткендіктен глюкозаның бәрін қатерлі ісік жасушалар алып қойды. Сондықтан да бұлар анаэробты гликолизге көшеді. Соның әсерінен бізде лактат көбейеді, лактаттан ацидоз пайда болады. И сонымен қатар жасуша өзімен теріс зарядты көбейтеді. Теріс заряд өте көп болады. И жанындағы жасушалардан тебісіп тұрады, былайша айтқанда, бір-бірін итеріп тұрады. Одан кейін біздегі ол стимуляция жасайды. Лучевая сәулелер бар, ультрафиолетті, жанындағы жасушаларды да көбеюіне сәуле өндіретін болады. Гурвич сәулесі деп атасақ болады оны. Гурвич сәулесі деп атасақ болады. И келесі бізде атипия ол антигенді атипия. Бұны біз екіге бөлсек болады. Антигендік қарапайымдану және антигендік күрделену деп бөлсек болады. Қарапайымдану и күрделену. Енді қарапайымдануда ол бізде жасуша бар делік, и ода рецепторлар бар, рецепторлар бар, осындай. И бұл тұратта осы рецепторлардың санын азайтып жібереді. Чып дейді. Но қарапайымдану. Ал бізде тағы бір бөлек антигенді күрделенуді айтамыз. Басқа бір рак клеткасы пайда болған тінде басқа бір тіннің антигенін жариялау. Бұның барлығы не үшін жасалып жатыр? Бұның барлығы бізде осы ісік жасушаларын жоятын Т лимфоциттерді адастыру үшін жасалып жатыр ғой. Былайша айтқанда, қарапайым тілде айтқанда. Мысалы,
қандай да бір органда бір ісік пайда болды, ол бізде бауырдың антигенін жасап алады өз өзіне. Не болмаса реверсия дейтін болады, антигендік реверсия. Ол бізде кері қайту деген сөз, реверсия, артқа қайтамыз. Яғни айтқанда эмбрионалды кездегі антигендер пайда болады. Мысалы альфа фетопротеин. Міне. Сосын функциональный атипия бар бізде. Функционалды атипия. Бұл кезде өзі айтып тұрғандай қызметі өзгеріп кетеді. Мысалы асқазандағы рак болатын болса, ол өзінің қышқылдық сөлін аз бөлетін болады. Лейкоциттер болатын болса, лейкоцит фагоцитоздау қабілетінен айырылып қалады. Одан кейін мысалы өзімен өзі бір эндокринді жүйедегі бір гормонды өндіре алатын жасушаға айналып кетуі мүмкін. Мысалы бронх клеткасында рак клеткасы пайда болды делік, и ол тұрады да гипофиздің гормондарын өндіре бастайды. Ол қате зат. Мысалы сондай функционалды атипияға ұшырайтын болады. Енді ең маңыздысына келейік. Жалпы осы ісік клеткалары неден пайда болады деген сұрақ қойды. Олар бізде канцерогендер деп аталады. Канцерогендер деп аталады. Cancer деген латынша рак деген сөз, ген деген генезис, бір заттың бастамасы. Канцерогендер бізде болады физикалық, одан кейін химиялық және де биологиялық. Міне, мысалы биологиялыққа онковирустар жатады. Эпштейн вирусы, сондай секілді вирустар ісік тудыра алады. Химиялық түрлі элементтер, ауыр элементтер, мышьяк бар, хром бар, кобальт бар. Одан кейін бізде метилхолантрен дейтін заттар бар. Түрлі нитраттар бар, афлотоксиндер бар. Физикалыққа ол сәулелер, альфа, бета, гамма сәулелер. Соның әсерінен жаңағы жасушаның ішіндегі ДНК-ның құрылымы өзгеріп, солай өзгеретін болады. Бұның барлығы бізде әсер етеді. Жасушада бізде протоонкогендер деп аталатын зат бар. Протоонкогендер. Міне, бұл заттар не үшін керек? Бұл зат бізде жасушаның көбеюіне стимуляция жасайтын ген ғой, былайша айтқанда. Осының өндіргеннен арқасында жасуша мен көбею керекпін деген сигнал алады. И бұлар енді рет-ретімен көбею керек жасуша. Ал рет-ретімен көбеймесе, ол рак клеткасына айналады. Енді бізде супрессор дейтін зат бар, осыны арнайы реттеп тұратын. Мұны протоонкогендерді басып тұрады. Бұларды басып тұратын болады. Енді былай да айтқанда, бұның 3 кезеңі бар. Канцерогенез деп атаймыз. Жалпы канцерогенез 3 сатыдан тұрады. Біріншісі инициация, екіншісі ол бізде промоция, үшіншісі болса прогрессия. Міне, басталады, и одан кейін қолдау алып кетеді, одан кейін үдейді. Міне, инициация деген осы. Инициация деген мына протоонкогеннің мынаған қарағанда күшті болып кетуі. Мына бір себептердің әсерінен. Мүмкін ол физикалық, мүмкін ол химиялық, мүмкін ол биологиялық. Одан кейін мысалы бір қандай да бір мутация, нүктелік болды ма, или хромосомалық деңгейде, әйтеуір мутация болды, сөйтті де протоонкоген бізде күшейіп кетті. Одан кейін супрессорлар бізде азайып кетті. Супрессорларға біз генетикадан білеміз. Сабір, DCC, APC,
NF1 деген секілді нейрофиброматоз, одан кейін РБ және де P53. Міне осылардың барлығы бізде супрессор гендер болады. Осылардың барлығы бізде протон гендерді басып тұрады. Енді бізде жаңағы бақылаусыз көбею орын алды. Одан кейін бізде мына P53 ішке қосылады. ДНК зақымданып тұр. Егер де бізде P53 бар болатын болса, онда бізде көбею тоқтайды. G1 деген кезеңде тоқтайды. И қателікті анықтап, оны жөндей алмаса, репарация дейміз оны. Репарация жоқ болса, онда ол апоптоз болады. Жасушаның бағдарланған өлімі. Егер де репарация дұрыс орнады, бәрі жақсы болды, онда көбею жалғасады. Бәрі идеальный болады. Ешқандай қате жоқ. Қатені жөндеп тұр. Көбею ары қарай жалғасады. Ал егер де P53 бізде жоқ болатын жағдай болса, онда көбею жалғасады. Ешқандай тоқтаусыз. Репарация деген болмайды. Репарация болмады деген сөз, демек ол мутантты клеткалар көбейеді деген. Кейін ДНК зақымданды. И осының әсерінен бізде міне мутантты жасуша, осы бізде рак клетка болды. И бұл өзі тұрады да көбейеді. Ол бізде промация деп аталады. Промация. И промация бұндай жасушалардың саны көбейеді. 10, 100, 1000 көбейеді, тым қатты. Одан кейін прогрессия. Олар ары қарай өздерінің жаңағы жоғарғы атап өткен атипияларын көрсетеді. Инфильтративті өседі. Өзге тіндерді зақымдайды. Ең соңында метастаз береді. Метастаз ол бізде қан тамырға түсіп, немесе лимфа жолымен түсіп, гематогенді немесе лимфагенді, немесе гемато-лимфагенді екі жолмен де. Не болмаса бір қуыстар арқылы, мысалы жұлын сұйықтығы арқылы кету. Осындай жолдар арқылы рак клеткасы дамитын болады.